Қалды 9 тіл, ең азы 4 тіл білетін министр. Ішінде 2 ғылым кандидаты, 2 профессор, 9 заңгер, 1 темір жол саласы маманы, 1 дәрігер, 1 экономист, 1 саясат маманы қызмет етеді министрлердің құрамында. Және 4 депутат бар. Бұрынғы патша үкіметі кезінде депутат болып шыққан. Ол жаңағы Әлихан Бөкейхан, ол Ахмет Пірімжанұлы, ол Мұстафа Шоқай, ол Мұхамеджан Тынышпайұлы. Осы азаматтар қарап көріңіздер. Егер мына тұлғалар атылмағанда, мына тұлғалар осы үкіметті сақтап тұрғанда, Қазақстан Жапония болатын еді дейді. 5 жылдың ішінде Қазақстанды басқаруға мүмкіндік бергенде, біз Қазақстанды Жапония қылатын едік дейді. Неге Жапонияға қызықты Алаш қайраткерлер? Жапония аралдағы мемлекет, білесіздер. Аралда тұр. Жерасты, жерүсті пайдалы қазбалар жоқ. Бір аралдың ортасында, мұхиттың ортасында қалып қалған. Үнемі цунами тасиды, білесіздер. Жел соқса болды, бітті, ең астыға. Қазір жер сілкінсе, Жапонияның үйлері мықты. Жер сілкінісіне жауап береді. 9-10 балдыққа жауап беріп отырған, білесіздер. Жапонның көлігі, Жапонның телефоны, пайдаланып отыр смартфон. Қазір ақш-тың басты бәсекелесі жапондар болып шықты. Өткенде Трамп сайланған кезде білесіздер, Жапонның премьер-министрін қабылдады. Сол кезде Жапонның премьер-министр бір ғана нәрсені айтты. Біздің жүрегімізде ұмытылмайтын бір жара бар деді. 1945 жылғы Американың Жапонияға тастаған атом бомбасын айтты. Сол кезде Хиросима мен Нагасакиге түскен бомбаның әсерінен қаншама адамымыздан айырылып қалдық деді. Табиғи өсімімізден, яғни ешкімнің зорлық зомбылықсыз дамуына, көбеюіне Америка кедергі келтірді деді. Сол уақыттан бастап біз енді әлсіз ұлт болмауымыз керек, біз мықты ұлт болуымыз керек, қорғануымыз керек деген нәрсемен тұрдық дейді. Намысқа тырыстық. Бүгін Жапон сандық технология, цифрлық, нанотехнологияды, мынау пайдалы қазбаларды экологиялық түрмен алу жолында жапондарға жететін жер бетінде ақылды халық жоқ. Және жапондар қолданылған нәрседен қайта өңдеп шығарудың алға шығып кетті. Мәселен, біз мынау қарапайым су ішетін ыдысты, баклажка бар ғой, ыдысты ішеміз, лақтыра саламыз, ал соны 3 рет өңдегенде 4 түрлі нәрсе алып беру жағынан жапондар алға шығып кетті. Яғни химияны силикаттан өнім жасаудан. Соны 1937 жылы Әлихан Бөкейханнан сұраған кезде, маған Қазақстанды басқаруға 5 жыл уақыт бергенде, Қазақстанды Жапония қылатын едім дейді. Ал олар 2,5 жыл басқарды. 2,5 жылдың ішінде Алаш қайраткерлері не істеді? Қазір соны сіздерге дәлел-дәлелмен көрсетеміз. Бірінші, Алаш қайраткерлері Қазақстанның территориясын бекітті. Ең үлкен ерліктері Қазақстан территориясын бекітіп кетті. Бұл территория, сіздерге көрсетейін, 3.200.000 аумақтағы біздің территориямыз тұрады Қазақстанның. Сол территорияны уақытысында бұзбай бізге сақтап беру жағында Алаш қайраткерлерінің алған ерлігі өте зор. Мәселен, біз бұны қайдан білеміз? Қазір біз қанша жерден айырылып қалдық, мәселен. Сол жөнінде бір ғана нәрсені сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Мынау, біздің жер деген нәрсені айтпасқа болмайтын бір нәрсе бар. Мынау 104 жыл бұрын, 1920 жылғы Қазақстан территориясы. Сол кезде біздің территориямыз 3.467.922 шаршы болған. Ал қазіргі Қазақстан территориясы 2.700.000. Біз 500.000 шақырым жерден айырылып қалдық. Бұл жерді айырылғанға дейін, міне, 1918 жылдың 15 шілдесінде Әлихан Бөкейхан ақылды ғой. Большевиктердің күшті болатынын бәрін сезіп отырған кезде, Омбыдан Сібірдің уақытша үкіметімен келісім жасап, Қазақ және Сібірдің қарым-қатынасы жобасын жасап, қазақ зиялыларын бәріне тапсырма береді. Қазақстан қай жермен шектесетін болса, сол жердің бәрін картаға түсіріңдер дейді. Тоқығандардың бәрін жібереді. Қазақстанның Өзбекстанмен, Қазақстанның Қырғызстанмен, Қазақстан Түркменстанмен, Қазақстан Ресеймен, Қазақстанның Қытаймен шектесетін аймақтарында кімнің зираты бар? Кім жерленген? Соның барлығының тасын құлпытастағы жазуын ашын алып келді. Сонда әлде қашан қайтыс болған бабамыздың тасының өзі қазақтың жерін қорғауға әлде қашан үлес қосып тұр. Мәселен.
Көрдіңіз бе? Ал біз бүгін жер су аттарын оңды солды ауыстыра береміз. Өзгерте саламыз. Жер судың атын ауыстыруға болмайды. Жер өзінің тарихи атымен қалу керек. Өйткені ол бізге дәлел болады. Сонда 1920 жылдың 9-17 тамызында Мәскеуде өткен бүкіл ресейлік Қазақстанның территориясын бекіту мәселесі бойынша 15 адам жиналысқа жібереді. Ленин 1870 жылғы, Әлихан 1866 жылғы екеуі болып айтқанда замандастар. Ал Әлімхан Ермекұлы 1890 жылғы бала, былай айтқанда. Сонда Әлихан Лениннің қабылдауын 3 қазақты жібереді. Әлімхан Ермекұлын, Уалитхан Танашұлын, бала. Одан кейін үшіншісі Атыраудың тумасы, осы Шымкентте өмір бақи жұмыс істеп, осы Шымкентте атылған Мұстафа Көкебайұлы деген жер кадастр маманы болған. Үшеуін жібереді Лениннің қабылдауына. Үшеуі кіріп Ленин менен 8,5 сағатта ауласады. Сонда Уалитхан Танашұлының естелігі мына кісі, суретін жаттабаңыздар. Біз осы кісілердің арқасында Қазақстан территориясын біліп жүрміз. Мына кісі Уфада жерленген. Қазір мен зиратында көрсетемін сіздерге бұл кісінің қай жерде, қандай жағдайда жатқанын. Ал мынау Қазақстан территориясын қорғаған Әлімхан Ермекұлының зираты Қарағандының ішінде орыс зираты бар, Михайловск деген районда. Сол орыс зиратында мұсылманша жерленген. Бұл бір мемлекеттің премьер-министрінің орынбасары болған адам. Ал біз бұл кісінің зираты орыстардың зиратының ортасында жатыр. Білмейміз қандай екен. Бұны айтып тұрған нәрсем, бұның бәрі ұлттық намысты ояту керек біздің. Өз тұлғаларымызға деген. Сонда мына кісі республика шекарасын белгілеуде досым Әлімхан Ермек екеуміздің Лениннің бір күнде 2 рет қабылдауында болып Свердловпен жаға жыртысқанымыз есімізде дейді. Сонда мына директор айтады: өзекке түскен өкініш көп қой, өзіміздікі деп жүрген көп жер өзбек бауырларға кетті. Орман Тоғайлы, Омбы мен Орынбор, терістік арқа орыстарға кетті. Енді қалғаны Еділдің төменгі сағасы. Свердлов болса Ордаңнан Гурьевке дейін бірақ тарт деп жетістік бермейді дейді. Ордадан деген Орал айтып тұр, бүгінгі Батыс Қазақстан облысы Гурьев деген Атырау. Сонда Атырауды да, Оралды да орыстардың территориясына қосайық деп тұр дейді. Енді тіпті өзара келісіп пішіп қойғандай, біз Әлімхан Ермек емес дейді. Әр сүйем жер, сүйем деген мынау, бір сүйем дейді. Әр сүйем жер үшін дейді қазақтың дәлелдеп қазақша жер атаулар қойған жерлер тілге тиек етіп, ноғайлы заманы жырауларының жырларын жатқа оқып, ақыры Владимир Ильич олай болса, мына жер қазақтық деп, қолына қызыл қарандаш алып, Қиғаш өзенін бойлай Каспийге дейін төте шықты дейді. Сонда Батыс Қазақстанның 4 облыс, анау Қиғаш өзен деп тұрған Оралдан бастап қазіргі Маңғыстауға дейінгі аралықты алды да сызып, Қазақстанның территориясына бекітіп берді дейді. Ленин дейді. Бұл біз үшін соңғы үміт дейді. Ал мен үшін осы уақытқа дейін Ресей территориясына кіріп келген екінші теңіз дейді. Бүгінгі Атырау облысын айтып отыр. Округі туған ауылымның Қазақстанның құрамында мәңгілікке енуі еді. Қуаныштан жүрегім жарылып кете жаздады. Екі көзім жасқа толды. Ең болмаса өзінің осы деп мені шап беріп, Әлімханды құшақтай алдым. Ол болса өкініш көп қой, ағатай, өкініш көп қой деп жылап тұрды дейді. 8,5 сағатта ауласады екеуі Ленинмен. Сонда Ленин Свердловқа біз кешкі тамақты ішпесек, Мәскеуден айырылып қаламыз дейді. Көрдіңіз бе? Біз кешкі тамаққа ішіп, үзіліс жасамасақ, Мәскеуден айырылып қаламыз. Мына қазақтың 3 жігітінің білімі бізді қай жақтан болсын жауып бара жатыр дейді. Сөйтіп үшеуі шығып кеткен кезде Әлімханды құшақтап, қарқылдап күлген дейді. Володяның біздің Әлімханмен дауласатын 8,5 сағаттық білімі бар екен ғой деп айтты дейді. Сонда қазақтың жігіттерінің сол уақыттағы ақылды қандай болғанын көруге болады. Енді мынау бүгінгі Қазақстанның территориясында білесіздер, сіз біз қазір қай жерлерден қалай айырылып қалғандарымыздың бәрі. Бұның барлығы енді өкінішке қарай қолдан шығып кеткен өз ырқымыздағы емес дүниелер.